Ички районунда кенеде тентов. Ишгалжилер Кырым татары Муслим Зевриевнан evine saat 11'de тентов кечірмек üçün келген. Тахменен оны Русия кувечшісі казакларнен берабер Кырым татарынан evі, сарай ве гаражны бақып шыққан. В общем, было изъято пару книг, одна тетрадка, общая тетрадка с моими записями по арабскому языку, потом записная книжка, толстая такая, как вот ежедневник, который у меня не помню с какого там 2000 года там записи есть там, пару листочков и из техники вот компьютер, 3 флешки, телефон. Тентов террористик тақым құрулуы, яда террористик тақымда иштирак етув маддесі бойынша башлатылған жинай дава черчевесінде кечірілген. Муслим Зевриевнің онларжы қомшы ве яқынлары еві янында топлашы петеразыны білдірді, чүнки оны тек яқшы тарафтан білелер. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун, вассаламун алил мурсалин, вальхамдулиллахи раббил алимин, аль-фатиха. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил алимин, ар-рахманир-рахими, малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله разы olsun иншаллах. Все его здесь у нас в районе знают как хорошего человека. Поэтому сегодняшний обыск я вообще не пойму. Вот именно выбирают они таких людей, которые помогают людям. Кувечілер тентувден сон ичбір протокол қалдырмастан кетті дей Зевриев, ама кенеде келе білелер деп тенбиелегенлері. Эрмени базарының Ишгалжилер махкемесінде Кырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилевке низбетен уйдырылған дава бақылмасы девам етті. Ишгалжилер оны силяны мұқайсызлықнен қолланғаны ве оңа қанунсыз шекілде құршынлар сатын алғанында қабатламақты. Мустафа Джемилевке қаршы оғылу Хайсер 2013 сенесі бабасының түфегінден инсанны мұқайсызлықнен атып өлдірме давасына қолланмақты. Қабатлайжы тарафы оғылына низбетен топланған давадан Украин тілінде олған весиқаларны рус тіліне тержіме етіп, Эткен. Оларға көре Мустафа Джемилев селянин канун эсасында қолланған. Это материалы, которые в основном касаются документов, справок медицинских, заключений, квитанций, свидетельствующих о том, что Мустафа Джемилев владел нарезным огнестрельным оружием, а именно карабином Симонова, на законных основаниях, проходил медкомиссии, осуществлял договоры страхования гражданской ответственности по владению данным оружием, то есть выполнял все законные требования, необходимые для владельцев соответствующего огнестрельного оружия. Бунен берабер Ишгалжилер Мустафа Джемилевна Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде қабатламақта. Сөз 2014 сенесі майысының үшінде Кырым-татар халқының лидерінің Херсон вилайеті ве Кырым арасындаки мемори сыңырына кечув интылуы аққында кете. О заман оны қаршыламақ үшін бинглерже Кырым-татары мемори сыңырына шыққанына бақмадан Ишгалжилер Мустафа Джемилевна ярмадаға қоймады. Ишгалжилер алушта имамы Юсуф Ашировна кенеде миссионерлік фаалиетті қабатлап махкемеге желп етті. Кечкен сене язда имам айна қабатлав бойынша жезаланып 5000 рубле пара жүремесін алған еді. Бұл сенеде даваны айны махкемеже баққаны үшін имам ве адвокат махкемеже дава бақылмасындан читлештірілмесіні талап еткен. Ләкин талаплары еріне кетірілмеді. Июннің 8-інде кешірілжек невбетеки махкеме топлашылында имайже тарафы өз делелеріні тақдим етежек. Ишгалжилер Юсуф Ашировны Ишгалжилерге бойсунған муфтият тарафындан лицензия алмастан ислам динini тарқатқанында қабатламақта. Имам айтқанына көре бойлы шекілде Ишгалжилерге бойсунған муфтиятнен ишбірлік япмаған дин жемиетлерінің имамларыны тақып етелер ве жәмилеріні муфтият незаретіне кечірежек олалар. 7 елдан берлі алушта дин жемиеті қадими жәмиден четлештірілмесі үшін айры махкеме давасы бақылмақта. Далее, естественно, мы вызывались в прокуратуру. В прошлом году я был осужден за эту миссионерскую деятельность. Но миссионерская деятельность в данном направлении, это как бы в моем понимании, что либо я кого-то принуждаю к принятию ислама, да,
Как я могу кого-либо принуждать, когда я знаю, что в Коране есть аят, в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит, да, ля акраха фиддини, то есть нет принуждения в религии. А миссионерская деятельность, это якобы я принуждал либо иудеев, либо христиан, либо кришнаитов, да, то есть либо к религии мусульман, да. Спрашиваю, есть ли у вас какой-либо... Ишғал етілген Қырымдан енді бір чоқ кере Украина қытасына шықмақ мүмкін. Ишғалжілер евел олған бір кере чықов сыңырлануына ләғу етті. Ишғалжілерінің паспортындан ғайры дегер мемлекет паспорты. Қырым сакенлері үшін бұл Украина ватандашлығы олса, яда Қырым сакені четелде чалышса, яда оқыса, истегені қадар Қырымға кіріп чықа біле. Бұне берабер четелде махкеме давалары бақылмасына кеткен адвокатлар, четелде мүлк сайбы олғанлар, ич бір сыңырсыз ярымададан чықа біле. Бұне берабер Русия үкіметі яқын сой-соп жедвеліні кеңлештірді. Евел Русияге шу сырада ишғал етілген Қырымға четел ватандашлары анда тек өмір арқадашы, баласы яда ана бабасы яшаса кече біледі. Енді бұл жедвелге доғмыш аға қардаш, қартбаба бита, торунлар да кірсетілді. Қырымның мемори сыңырында COVID-19 хасталығына тестлер геже күндіз бедава япылмалы. Бұны юқары шурада инсан ақлары векилетлесінің Қырым сакенлерінің ақлары риайет етілмесі бойынша темсілже Ирина Веригина чоңғар сыңыр кетшіні зәрет кеткені бақыт айтты. Тестлер япылма ноқтасы автостанция бинасында ерлеше. Анда қырмызы хач екімлері мемори сыңырыны кечкен инсанлардан сілме алып бірден нетижесін айты. Ишғал етілген Қырымдан шыққан инсанларының сағлық вазиеті аққанда малюмат электрон системаға кірсетіле. Коронавирус белгіленсе, хастаны әжелі ярдым хастаханеге алып кете. Сыңар кечіш зонасында тест япқан. Ноқталар не ерде олғанына көстергішлер көстермекте. Шымділік бұл ноқталар саат 8-ден 16-ға қадар чалышмақта. Веригина қайдеткенне көре Херсон вилаятының мемориеті тест берув ноқтасыны геже күндіз чалышмасына темин етмелі. Туневынқы күндевамында Украина бойынша чин вирусына ұғырғанларынан сайысы 5000-ден ашаға түшті. Хасталынғанлар арасында 278 бала ве 97 Тибет хадимы. Хасталынғанларынан сайысына көре Киев бірінші ерде 453 хаста таздықланған. Сон Донецк ве Днепропетровск, Запорожье ве Киев вилаятлері. Коронавирусқа ұғырған тахменен 2000 хаста хастаханеге түшкен 202 кіші хасталықна еңі поламаған. Аман-аман 13000 кіші түзелген. Ишғал Қырымда 91 яңы коронавирус хастасы белгіленді деп қайдеті ишғалжілер акимиеті. Ақиярда хасталарынан сайысы арты башлаған. Анда COVID-19 хасталығы 22 инсанда таздықланған. 5 кіші чин вирусына еңіп оламаған, 209 хаста түзелген. Кергінлік тоқтатылды. Бүгінден башлап Израиль ве Филистиннан Газе шеретіні незарет еткен Хамас тешкілеті арасында Мысырның арачылығы ile барышық аңлашмасы имзаланды. Да туневін Филистин ракеталары Израиль шерлері тарафына учырылайды. Израиль учақлары ise Газені бомбалайды. Енді Филистинлер атеш тоқтатылғанны қайд етмек үшін соқақларға шықты. Це радісний момент для всієї Гази. Це перемога в Рамадан, в святковий день. Ми повернемо всі окуповані землі. Израильде бұл аңлашмаға бұйық мұқайсызлық елі бақалары. Гірка втіха. Начебто добре, що конфлікт закінчився, але, на жаль, я думаю, що наступний конфлікт вже не за горами. І навряд чи будуть істотні зміни. Не думаю, що Хамас буде роззброєний або буде досягнуто якоїсь угоди, яка зможе запобігти наступній ескалації. Екі тарафта барышық аңлашмасына риайет етмеге ишандыра. Мысыр үкіметі аңлашма риайет етілмесіне незарет етмек үшін екі eyet yolлай жағыны білдірді. Дүния лидерлері барышық илан етілгені мұнасебетінен иштимай ағыларда алғышлап сөздеріні язды. Бірлешкен Миллетлерінен баш катибы ресми біянаттар қатты. Я вітаю припинення вогню між Газою та Ізраїлем після 11 днів кровопролиття. Висловлюю свої найглибші співчуття жертвам насильства та їхнім близьким. Я також дякую Єгипту і Катару за зусилля у тісній співпраці з ООН, які допомогли відновити спокій в Газі та Ізраїлі. І я закликаю всі сторони дотримуватися припинення вогню.
Filistin tarafından 232 kurban, onlarca kadın ve ballar, 2000'e yakın yaralangan. Tahminen da 30 kişi Kudüs'taki Al-Aqsa camisi yanında İsrail kuvvetçileriyle tartışmalar neticesinde helak oldu. İsrail hükümeti 12 helak olgan ve 300'e yakın yaralangan hakkında ayta. Ular arasında bir Arbi, bir Hindistan ve 2 Tayland vatandaşı. İsrail'in ordusu İslam cihadı ve Hamas teşkilatlarına ait olgan tahminen 25 yetekçi öldürülgeni hakkında haber etti. Buna beraber Gazze'de olgan tahminen 100 kilometr toneller patlatılgan, silah yapkan zavodlar ve raketa uçurulgan noktaları yok etilgen. Яңа кергенлік майысының 10-ында башланды. İsrail ve Gazze'nin arbileri arasında Zidiyet Kudüs'taki Al-Aqsa camisinde namaz kılgan Müslümanlarga İsrail politsiyası hücum etken son başlandı. Yehudi, Müslüman ve Hristiyanlar için mukaddes olgan Kudüs'ta birkaç haftadan beri tinchde geledi. Zidiyet İsrail hakimiyeti ondan ziyade Filistin Kurantasını evlerinden çıkarıp anda Yehudi Kurantalarını yerleştirgen son başlandı.